Бүгін 7-ші сынып алгебра 4-ші тоқсан ТЖБ 2-ші нұсқасын талдайтын боламыз. Номер 1-ші тапсырма бөлшекті қысқартыңдар деді. Яғни 39 x-тің 3 дәрежесі көбейтілген y бөлінген 26 x-тің 2 дәрежесі y-тің 2 дәрежесі дейді. Енді ең бірінші коэффициенттерді қысқартамыз. 39 мен 26-ны қысқартамыз. Екеуі де 13-ке бөлінеді. 39-ны 13-ке бөлсем 3 қалады, 26-ны 13-ке бөлсем 2 қалады. Яғни 3 және 2. Ары қарай мында x-тің 3 дәрежесі, x-тің 2 дәрежесі, x-тің 2 дәрежесі толығымен кетеді, x-тің 3 дәрежесінен 2 дәрежесін аламын, 1 x-ім қалады. Ары қарай y кетеді және y-тің 2 дәрежесінің 1 дәрежесін азайтамын, 1 y қалады. Сонда 3x бөлінген 2 y шығады деген сөз екен. Ары қарай номер 2-ші тапсырма. Бөлшек түріне келтіріңдер дейді. Енді бөлшектің бөліміне қарасақ, бізде екеуі де ортақ бөлімде тұр екен. Ендеше бөлшектің бөлімін бір рет жазамын. Ары қарай 3a азайтылған 2b, ортада қосу a қосылған b алымын жаздым. Енді алымын ықшамдаймын. Аларды сызып алайын. a 3a және қосу 2a. Алдындағы таңбамен қосып аламын. 3 қосылған 1 қанша болады? 4a болады. Ары қарай минус 2b және плюс 2b. Минус 2 плюс 1 минус 1 болады, минус b болады. Бөлінген 2. Мінекей осылай ықшамдаймыз. Бөлшек түріне келтірдік. Ары қарай амалды орындаңдар дейді. Бізде бөлу болып тұр екен. Бөлуді көбейтуге айналдыру керекпіз. Ол үшін бірінші бөлшек өзі қалады, квадрат, 16 бізде 4-тің квадраты, азайтылған y-тің квадраты. Көбейту болған кезде алымы бөліміне түседі. 15 x-тің 5 дәрежесі бөлімі алымына барады. 4 қосылған y тең болады. 4 y-тің квадраты азайтылған y-тің квадраты бізде формула бойынша 4 азайтылған y және 4 қосылған y болып ашылады. Ары қарай 3x-тің 2 дәрежесі көбейтілген 4 қосылған y және 15 x-тің 5 дәрежесі тең болады. 4 қосылған y пен 4 қосылған y қысқарып кетеді. 3 пен 15 қысқарады, мұнда 5 қалады, мұнда 1 қалады. x-тің 2 дәрежесі толығымен кетеді, x-тің 5 дәрежесінен 3 дәреже қалады. Тең болады. Бөлшек сызығын сызамын. Алымында менде барлығы қысқарып кетті, 1 қалады. Бөлімінде 4 азайтылған y жақшаның ішінде және көбейтілген 5 x-тің 3 дәрежесі. x-тің 3 дәрежесі тең болады. Әрі қарай алымында 1 көбейтемін. 5x-ті 4-ке көбейтемін. 4 5 20, x-тің 3 дәрежесі. Мынаны көбейтемін y-қа, 5x-тің 3 дәрежесін y-қа көбейтемін, минус 5 x-тің 3 дәрежесі y қалады екен. Міне осылай аяқтаймыз. Әрі қарай номер 4-ші тапсырма. Өрнекті ықшамдаңдар дейді. Бізде 3 бөлшек берілген екен. Так, бөлімдеріне қараймыз. 3 бізде 3-тің 2 дәрежесі болады. Так, тең болады. 3 қосылған b-ның 2 дәрежесі азайтылған. Мұнда b-ның 2 дәрежесі азайтылған. 3-тің 2 дәрежесі 12. 3-тің 2 дәрежесі 9-ның өзі шығады. Қосылған 3 азайтылған b квадрат тең болады. Енді қарайықшы балалар. b-ның квадраты азайтылған 3-тің квадраты, b-ның квадраты азайтылған 3-тің квадраты тең болады. Бізде b азайтылған 3 және b қосылған 3 болады. Енді мына жерде 3 қосылған b. Ладно, бұны біз қосудың ауыстырымдылық қасиетімен орындарын ауыстыра аламыз. Ал 3 азайтылған b-ны қалай шығарамыз? Оны шығару үшін біз алдынан минус таңбасын береміз. Тең болады. b қосылған 3, 2 азайтылған бөлшектің b азайтылған 3, b қосылған 3, алымы 12 азайтылған болады. Мына жерде минусты шығарамын. b азайтылған 3 болады. Бөлім алымында 2 тең болады. Мына жерде ортақ бөлім b азайтылған 3, b қосылған 3 болады. Мына жерде жетпейді, бізде b азайтылған 3 жетпейді, мұнда b қосылған 3 жетпейді. Так, b азайтылған 3, b қосылған 3 ортақ бөлімі болады. 2-ні көбейтемін b азайтылған 3-ке, азайтылған 12, азайтылған 2-ні көбейтемін b қосылған 3-ке, тең болады. 2-ні b-ға көбейтемін 2b, 2-ні 3-ке көбейтемін минус 6 болады. Бірден есептеп жазайын, не? Азайтылған 12, азайтылған 2-ні b-ға көбейтемін минус 2b, минус 2-ні көбейтемін 3-ке, минус 6 болады. Ары қарай b азайтылған 3, b қосылған 3 тең болады. Мына жерде 2b және минус 2b екеуі бізде қысқарып кетеді. Біреуі плюс, біреуі минус болып тұр. Ары қарай коэффициенттерді есептейміз. Минус 6, минус 12, минус 18, минус 6 тең болады бізде минус 24 болады. И бөлімінде b-ның кубы, квадраты, b-ның квадраты азайтылған 9. Мінекей, осылай қалады. Ары қарай өрнекті мәнін тап дейді. Бізде мынадай өрнек берілген екен. Енді осыны біз ықшамдап аламыз. Ықшамдап алғаннан кейін барып, аның орнына минус 1/4-ті қойып, жауабын шығару керекпіз. Формула
жазып қояйын. Так, формула бізде а куб қосылған б куб тең болады. Қалай жазылатын еді? А қосылған б екі жақ жаға жіктеледі, а квадрат азайтылған а б қосылған б квадрат. Енді бізде осы формула болып тұр. Осы формулаға келтіру керек. Енді шамамен қарайық. Сонда бізде аның орнында аның өзі тұр екен. А куб, ой, мында куб қой. А куб қосылған бұның орнында бізде бірдің кубы тең болады. Сонда бізде ашылады а қосылған 1 және а квадрат азайтылған 1 көбейтілген а қосылған 1-дің квадраты. Мінекей, формуламыз осы болып тұр екен. Енді осыған толықтыру қажетпіз. Бізде мына жерде куб десек те болады, бәрібір үш дәрежесі сол бірдің өзі шығады. Мына жерде біз ештеңе көбейтпейміз. Ортақ бөлім бізде осы болып қалады. Енді мына жерде бізде не жетпейді? А қосылған 1 жетпейді. А мына жерде бізде а квадрат азайтылған а қосылған 1 жетпейді. Так, сонымен бізде ортақ бөлімі бізде болады екен. А қосылған 1, а квадрат азайтылған а қосылған 1. Тек мына жерде өзін жазайық. 3а квадрат қосылған 6, азайту 3, а қосылған 1, азайтылған 1, жақшаның ішінде а квадрат, азайтылған а қосылған 1. Жақшаны жабамын, тең болады, бөлшек сызығын сызамын. 3а квадрат қосылған 6, азайтылған 3-ті аға көбейтемін, 3а, минус 3-ті көбейтемін 1-ге, минус 3 болады. Ары қарай минус 1-ті көбейтемін а квадратқа, минус а квадрат, минус 1-ті көбейтемін аға 2, минус менде плюс болып кетеді, плюс а, минус 1-ті көбейтемін 1-ге, минус 1-дің өзі шығады. Ары қарай а қосылған 1, а квадрат азайтылған а қосылған 1 тең болады. Енді квадраты барларды қараймыз. 3а квадрат және минус а квадрат. Сонда бізде шығады екен минус 3 азайтылған 1, 2а квадрат. Так, енді келесі аларды қараймыз. Минус 3а және а. Минус 3 қосылған 1 бізде минус 2а болады. Минус 2а және коэффициенттер 6 азайтылған 3 болады. 3-тен азайтамын 1-ді 2 болады. Плюс 2 болады. Мына жерде а қосылған 1 бөлімінде а квадрат азайтылған а қосылған 1 болады. Тең болады. Тең болады. Бізде алымында 2 ортақ болып тұр бәріне. Ендеше жақшаның сыртына шығарамын. 2-ні шығарып жібердім. А квадрат азайтылған а қосылған 1 қалады мына жерде. Бөлшектің бөлімі а қосылған 1, а квадрат азайтылған а қосылған 1. Так, мына екеуі ұқсап тұр екеуін қысқартып жіберемін. Сонда менде алымында 2, бөлімінде а қосылған 1 алады екен. Енді бізде бұл жерде аның орнына минус 1,4-ті қою керек. Тең болады 2 бөлінген минус 1,4 қосылған 1 тең болады. Так, қоссақ менде шығады минус қосыл 1, так, минус 0,4 шығады, 2, 2-ні минус 0,4-ке бөлсең минус 5 шығады екен. Жауап сонда минус 5-ке тең. Жақсы. Мына жақ көрінбей қалыпты ғой бірақ. Бүгінгі сабақ түсінікті болса, лайк басамыз, және сұрақтарың бар болса, комментарийға жазамыз. Назарларыңа рахмет. Сау болыңыздар. Мен болған Нұрабай.